Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Балдар қандай мықты, ол жақсы көрінеді екен, ол Калиді құтқарды дейді, Құдайға шүкір. Ол Калидің өмірін құтқарды, Калиге қауіп төнер еді. Ол ашуланып тұрды. Сосын Вишвавер қызым дейді, Кали екеулерін бір жерге барыпсыңдар, тәтелерін айтты дейді. Иә, біз колледжге бардық, колледждің тапсырмасын орындап жатыр дейді Гаури. Вишвавер, бүгін колледждің соңғы күні ғой дейді. Гаури, иә, бүгін мен орындай алмай қалдым, кешірерсіз. Сонда мен саған үйленбесем, мен кімге үйленемін дейді Юг. Сіз өте ұзақ уақыт таппай жүрген адамға үйленесіз дейді. Сонда сен кімсің? Ей, сен мені тыңдап тұрсың ба? Бұл өте қиын, сізге түсіндіре алмаймын дейді. Мені ұмытады деп ойлама, сен мені түсінбейді деп ойлайсың ба? Кали, мен, сен кімсің, тезірек айт дейді. Бұл ойға келмейтін сұрақсыз, көп іздеген адам бұл әкесінің ханшайымы дейді. Не? Иә, бұл әкесінің ханшайымы Гауриджа, ол сізбен үйленбекші дейді. Иә, ол Гауриджа. Сіз оны көптеген уақыт таба алмай жүрдіңіз, сіз оның фанатысыз. Мен сізге уәде бергем, Гауриджамен кездестіремін деп, міне тағдырда сізге жол көрсетті дейді. Сосын Кали үйге келеді, әкесі Кали дейді. Иә, әке, не болды? Мен бүгін Югпен кездестім, Юг Гауриді іздеп жүр екен. Әке, уайымдамаңыз, Гаури мен Юг жақсы болып кетеді, мен ертең Гауриді Югпен кездестіремін дейді. Кали, менің үмітімді ақта, үмітімді таптап алма дейді. Әке, мен сіздің үмітіңізді ақтаймын. Манжи апамның сөзі әлі есімде дейді. Манжи апам маған айтқан, біз әрбір сөзімізде тұруымыз керек дейді. Сосын Юг тәтесінің жанына келеді. Тәтесі Юг дейді. Юг, балам, саған не болды дейді. Мен бір жағынан қуанғым келеді, бір жағынан сұрақтарға жауап алғым келеді дейді. Юг, сенің сөздеріңді түсінбедім. Не болды, маған айтып берші дейді. Бүгін мен Калиді кездестірдім. Калидің айтқан сөздеріне сену мүмкін емес дейді Юг. Ол саған не айтты, ол маған, сен не туралы айтып жатсың? Тәте, әлгі қыз бар ғой, Гауриджа, мен оның даусын жақсы көрген едім. Ой, ол Вишвавирджаның қызы екен. Мен соған үйленбекші екенмін дейді Юг. Тәте, сіз де таңғалып отырсыз ба, тағдыр менен не қалайды екен деді Юг. Бір жағынан мен ол қызды жүрегімен жақсы көретін едім. Юг, біз сұрақтарға жауап алуымыз керек, біз оны Құдайға тапсырайық. Мүмкін Нилканджа Шармилаға жақсы болатын шығар дейді. Мүмкін Құдай Шармиланы бақытты ететін шығар. Негізінде Кали да жаман адам емес сияқты. Неке деген бұл бір-бірімізді жақсы көріп бақытты ету дейді. Бүгін мен Гауриді аямаймын. Ол жынды сұрақтарымен, жынды тесттерімен конкурс ұйымдастырса да мен онымен сөйлесемін дейді Кали. Ей, бұзақы Гаури, қайдасың? Кәне, шыға ғой, мен саған ештеңе айтпаймын. О, айтпақшы, Югке кішкене болсын махаббатың пайда болыпты ғой. Ей, тоқта! Менің оған ешқандай махаббатым пайда болған жоқ, мен оны жай ғана тексердім. Ол менің күйеуім бола ала ма, бола алмай ма? Мен осындай тесттер мен тексерулер жасаймын дейді Гаури. Сенің жынды тексерулері мен тесттерін шаршатты дейді. Ей, менің тексерулер мен тесттерімді жаман деме. Жарайды. Гаури, сен онымен ертең кездесесің бе? Ол менімен оңай кездесе алмайды, ол Гауриджаға лайықты ма, оны көреміз дейді. Жарайды, мадам Джа. Осыдан екен ғой сен оның суреттерін сақтайсың. Жетер! Мен одан мына сөзді күтемін. Гауриджа, маған тұрмысқа шықшы деген сөзді. Айтпақшы, ол сені
баяғыдан жақсы көреді-ау деймін. Шын ба? Иә. Есіңде ме, өткенде саған бір фанаттан хабарласып еді ғой, ол адам сол дейді. Тоқта, ол сол жігіт пе еді? О құдайым, сен оны неге маған айтпадың дейді. Сен бұны неге менен жасардың, Кали, өтірікші, Гаури, тоқта, Кали, өтірікші, Гаури, тоқта, Гаури, Кали, сен өтірікшісің. Тыңда, мені тыңдашы, тоқта болды. Кали, мен сені жақсы көремін, сен менің өмірімде барсың, мен бақыттымын. Оны Вишвавир көріп қалады. Сосын Кали Құдайға сыйынып жатады. Өтініш Құдайым, әкем маған сенсінші дейді. Мен әкеме айтатын сөздерімнен кейін әкем маған сенсінші, Құдайым, өтініш. Құдайым, Манжи апамды өлтірген нағыз қаншерді кім екенін айтсам, әкем сене ме екен? Құдайым, тәтем екенін айтайын ба, маған көмектесінші, Құдайым. Ертесіне Кали мен Гаури Юкпен кездесуге барады. Гаури, сен бәрін түсіндің бе? Не? Ол дәл уақытысында келіпті. Гаури Калиге бірдеңелер айтады. Кали, Гаури, жүр, болды, дейді. Олардың келе жатқанын Юк көріп қалады. Сәлем. Мен сені өткенде көргенмін, мүмкін. Сендер екеулерін осы жерде отыра беріңдер, мен ар жаққа отырамын. Неге? Менің сұрағыма жауап бер. Мен баяғыда Гауриді іздеп жүргенде сен одан мені неге жасырдың? Кали, жауап бер дейді. Оны негізінде мен сұрадым. Кали негізі таныстырмақшы болды дейді. Жарайды, түсінікті. Жарайды, отыра беріңіздер, мен кеттім. Жоқ, сен де қалуың керек. Я, Кали, сен де қал дейді. Жоқ, екеулерін отыра беріңдер, мен сендерге жағаласпайын дейді Кали. Шай әкеліңіздерші. Мен негізі шай ішуді ұнатамын. Күніне 7-8 рет шай ішемін дейді. Әлемде шайды ұнататын сіздер шығар, Кали мен сіз. Кали 2-3 сағат шай ішеді. Бұл біртүрлі емес пе, рас па? Олар сосын тағы да біраз сөйлеседі. Қызметші шай әкеле жатып Гауридың үстіне төге жаздайды, бірақ оны Юк құтқарып қалады. Сізде бәрі дұрыс па? Я, менде бәрі дұрыс, мен өз футболкамды сақтап. Оны Кали көреді. Сосын Кали мен Гаури кездесуден қайтады. Саған Юк ұнады деп ойлаймын. Мен саған бір маңызды нәрсе айтуым керек дейді. Неке өтіріктен тұрмауы керек дейді. Юк сенің фанатын. Ол бір күні сенің даусың емес екенін білген кезде өз-өзін алдап жүргенін түсінеді. Осы ғана ма? Ол менің фанатым, ол біздің сырымызда қалады дейді. Мен келесі кездескенде оған шындықты айтамын дейді. Рахмет, Гаури, бірақ наны ұмытпа, ол сенің шындығың үшін ұнатады дейді. Айтпақшы, шындығы үшін ұнады ма дейді саған. Я, әрине. Келесі кездескенде Гаури шындықты айтады деп ойлаймын. Сонда Юк тойдан бас тартпайды. Вишва, қарашы, Гаури өте бақытты көрінеді. Ол көрікті, я, ол менің ханшайымым дейді. Олар біраз сөйлеседі. Пірадар айтады, Гаури, қызым, бәрі оңай дейсің бе? Әкең Юк екеулеріңді үйлендіру үшін қаншама іс жасады дейді. Не, әкем соншама не жасапты? Бұның бәрі Нилу ағамның кесірі дейді. Олар тағы біраз сөйлеседі. Пірадар, жүр, кетейік дейді. Гаури, сен не істедің? Сен неге әкемнің сезімдерімен ойнап жатсың дейді. Мен саған тек Юктың жақсы жақтарын айттым дейді. Бұл тойда әкем
Бұл әкемнің тағдыры емес, ол отбасымыздағы адамдардың тағдырын өзгерте алмайды, ол Құдай емес дейді. Ей, тоқтат, мен саған әлі әкемнің жай адам ғана екенін дәлелдеймін дейді. Юг менің күйеуім болмақшы, оған менің тестерімнің. Мен оған тұрмысқа шығамын, әкемнің Құдай емес екенін дәлелдеген кезде. Кали Құдайға сыйынып жатады. Оны Гаури көріп қалады. Сен Юг екеуміздің бірге болғанымызды қалайсың ба? Я, мен Юг екеулерінің бірге болғандарында қалаймын. Бұл сенің фильмдегі диалогтарың ба дейді. Гаури олай жасамашы дейді. Сен неге бұлай істеп жатсың? Тағдырға көнуің керек. Бұл саған ойын емес. Онда бұл жерде не жақсы бол? Мынау Пуджама, әкең және сен екеулерін ойын ойнап жатсыңдар. Мені Гаури деп атама. Сен әкеме тағы бірден сен өз орныңды біл. Жарайды, кешір, бүгін пуджа болады. Юг екеулеріне арнап әкем ұйымдастырды. Көрініп тұр, сен тағамдарды сәндепсің, бірақ мен саған басқа да тапсырмалар бергенмін. Сен неге ол тапсырмаларды орындамадың? Мен саған сеніп едім. Сен менің сенімімді құртсаң, сен маған ешкім емессің. Вишвавир келіп Калиге бүгін пуджа орындаймыз. Югтың отбасы да келеді. Некеге байланысты Гауридің келісімі керек дейді. Кали, менің сенімімді таптама. Юг, балам, бүгін Гауримен кездеспейсің бе? Я, бүгін мен саған пиджак әкелдім. Мына пиджакты киіп ал дейді. Вишима, ол жерде Калида болады. Неге екенін білмеймін, мен олар жайлы ойлай беремін. Юг, сен тағы Кали жайлы айтып жатсың ба дейді. Жарайды, бара бер, өз сұрақтарына жауап ал. Юг, сенің Гауримен қарым-қатынасың бар ма? Жоқ, тек Калимен. Юг, балам, дайынсың ба? Я, әже, дайынмын. Сен ханзададай болып тұрсың, Мукта. Я? Мына жерді тазала, біз түске таман келеміз. Жарайды. Неге бұның бәрін Вишима істейді? Негізінде мен апама айтып қойғанмын, үй туралы шаруаларым бар деп. Бұл шаруаны өзім істей саламын. Сосын ғибадатханаға. Кали ғибадатханада жүреді. Гаури Югке шарт қойды, әкемді құртуы керек деген. Оны қалай жасайды екен? Сосын Калидің жанына бір кішкентай бала келіп, Рама Құдай, өтініш, менің тілегімді орындаңызшы. Мен үнемі хатқа тілегімді жазып сізге қалдырамын дейді. Оны Кали көреді. Сосын Кали де параққа өз тілегін жазады. Сосын Манжи апасы ғибадатханаға келіп, Калидің артынан келе жатады. Бірақ оны Кали көрмей қалады. Сосын Манжари апасы Калидің жазған хатын көреді. Ол кезде Кали ағашта айналып сыйынып жүреді. Ырымшылдықты шынайы сенім ғана құртады деп жазады. Сосын Кали келе жатады. Кали ғибадатхананың жанына келеді. Хатты ашып қалған кезде ырымшылдықты шынайы сенім ғана құртады деп жазып кетіпті. Матхури келіп, қымбатты, кім ыстық, мен сіздің пікіріңізді білгім келеді дейді. Вишвавир пуджа дейді. Не?
Біздің көрші Пуджа ма? Фу, ол қабақ. Пуджа біздің дәстүріміз сыйынып жүрген. Я қымбаттым дейді. Сосын Чоудри отбасысы келеді. Сосын Нингул келіп бәрінен бата алады. Вишвавир, қане, ішке кіріңіздер дейді. Сол кезде бәрі ішке кірген кезде Юг ішке кірмей Калиді көріп қалады. Калидің жанына келеді. Қане, мен саған көмектесейін. Жоқ, өзім істеймін дейді. Көрдің бе, сенің әдетің шындықты сақтау дейді.